Баршаға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім. Бүгін сіздерге өте оңай әрі қарапайым салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Және осы видео ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіздер. Бізге қажетті заттар осылар. Бұлардың барлығын үккіштен өткізіп алдым. Және қайнатылған тауықтың төс етін қоссаңыздар да болады. Мен оны қосқан жоқпын. Енді осылардың барлығын тарелкаға жинаймыз. Қалай жинау өз еркілеріңіз. Мен дәл осындай формада жинап алдым. Енді әр жинаған сайын майонезді үстінен сеуіп отырамыз. Дәл осылай барлығын үсті-үстіне жинаймыз. Әр жинаған сайын майонезді үстіне сеуіп отырамыз. Мен бұлардың барлығын қайнатып пісіріп алдым. Ең соңғы бетіне жұмыртқаның сарысын себеміз, үккіштен өткізілген болды. Салат әдемі көріну үшін бетіне осылай майонезді септім. Өздеріңіз басқаша безендірсеңіздер де болады. Салат дайын, ешқандай қиындығы жоқ. Бұл салатты барлығы білетін шығар деп ойлаймын. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз.